Ассалаумағалейкум достар, сенімен бірге Ерке KZ. Бүгін інімнің арнасына және інімнің оқырмандарына соткамен қалай стрим жасайтынын айтып кететін боламын телефонмен. То есть біріншіден қазір новый правилама сондай: 1000 подписчикке жетпесең соткамен стрим жасай алмайсың. Сол себепті біріншіден ең керегі 1000 подписчик достар. Тағы да кішкене хабарландыру. Стрим менің екінші арнамда Ерке стрим деген арнамда болады достар. Ұмытпаңдар, тіркеліп кетіңдер, описание тұрады. Ал достар, біріншіден бізге дурукердор керек. Play Market'тен емес, Google жасаңдар старый версияларын тартып аласыңдар. Бірақ әр телефонда әр түрлі версия. Өздеріне білетін шығарсыңдар, стримді бастайын десең бір қара точка шығады, стрим жасай алмай қаласың. Сол себепті әр телефонның өзінің версиясын тауып алу керек. Ол біріншіден. Менікі осы 2.3.6. Ренжімедір, осындай теріс қырып қалды. Сол үшін дәл осындай версия. Осылай кіресің, настройкадан бірінші вводный знак алып тастайсың. Дурукердің өзің керек заттарын істеп аласың, қандай разрешениеда істегің келеді. Соткаң қалай көтерсе, любой качествода істеуге болады. Обложка деген жерге обложка қоясың. Ең бірінші бұл жерден тек вводный знак алып тастайсың ғой. Дурукерді деген алып тастайсың. Бұл жерде ең керек сол, қалған стандарт не тұрады 720, 1040, 1080 дегендер ол соткалар мықтыларға ғой. Сотканы қинап қоясың, оларға қойсаң негізі. Осыларға описание жазасың, қазақша стрим, соло турик деп описанияға кез келген нәрсе жазасың. Доступно бірінші бұл жерде де задержка бәрін қоясың. Задержканы қоясың. Низкіге қоя бер, себебі интернет өзі тауып алады қанша задержка екенін. И обложкасын қоясың, өзің қалаған обложка, превью, то есть дәл осылай кез келгенін қоя бересің. Бұл жерде мен дурукерді көрсем, тағы да басқа стрим жасайтынды айтамын. Мен өзім дурукерді қолданамын. Сол себепті дурукердор. Екіншісі Омлет Аркадия достар. Бұл ең оңайы Омлет Аркадия. Омлет Аркадияде оңайда прямой эфир кіре саласың. Бір жерде бір минус, интернеттің күшті болу керек. А то анандай шар жерде береді да. Интернеттің слабый дейді. И шар жереді. Бірақ оңай настройканы мынау көп істемейсің, бәрі сразу өзінің сотканы ыңғайлатып істеп береді. YouTube'қа басамыз. Дәл осылай бір-бірімізге көмектесіп жүрсек, қазақ YouTube'ын дамытамыз деген ойдамын. Дәл осылай видеоны көріп стрим жасаңдар, алғашқы донаттарың алыңдар. Солай-солай мына жерге описание бәрін өшіп тастайсың. Задержка қоясың, качествосын қоясың өзің. Качествоны авто қойыңдар, себебі интернеттен білмейсің ғой. Мысалы, сенде қандай скорость проверканы басасың дағаны. Дәл осылай, саған айтады қайсысына қойған. Көрдіңдер ма, 720 қойсаң болады дейді. Ал 1080 уже білмейсің, Дәл осылай, начать басасында стрим жасап кете бересің. Әрі қарай оңай. Өзіңе қалаған рамка қою болуға, топ-1 алып алмаз ал деп өзің кез келген нәрсе жазуға болады. Тіркеліңдер деп жаз. Солай достар. Оңай, осы ең оңай екі тәсіл осы. Осылай тіркеліп алмаздарыңды оқырмандарыңа таратып турнир жасап тұрсыңдар, дамисыңдар деген ойдамын достар. Ссылкаларын описание тастап кетем достар. Барлықтарыңа рахмет. Арналарға тіркеліп жүріңдер, стримдерде жолыққанша. Дәл осылай соткамен стрим жасауды енді сендер білесің деген ойдамын. Барлықтарыңа көп рахмет. Қош, сау болыңдар.